қоямыз, құямыз. Болды. Енді бірнеше минут тұрау керек. Қытайлықтар негізі шайды баппен дайындайтынына көздеріңіз жетіп отыр. Содан кейін екінші рет суды құйдық та 3-4 минут тұру керек. Енді ашылсын, дәмі ашылсын, пайдасы бәрі пайдасы шықсын деген сөз. Енді мына жерде мына шайларды қарап тұрмын, жаңағы бөлек-бөлек, әр жаңағы мына неге бөліп салып қойыпсыз. Бұл енді ауыз толтырып айтқаныңызға қарағанда бұл шайлар өте қымбат болайын деп тұр ау деймін, иә? Қанша тұрады? Мынау шай қолында ұстаған шайыңыз 28 мың килограммы тұрады. Килограммы 28 мың теңге. Теңге тұрады, иә. Евро деп шошып кетпесін. Енді килограммы 28 мың тұратын болса, бұл шайдың қандай пайдасы бар? Біз анау жаңағы 200, 300, 500 теңгенің, 700 теңгенің шайына не артықшылығы бар бұның? Әр шайдың түрлерінде қарғанда аминокислот, витаминдер болады. Біз ойлаймыз, шай ішекті тек қана тамақ ішкенде, тек қана су ішеміз, су сияқты ішіп қоямыз. Жоқ, негізінде шайдың церемониясы болу керек. Сосын сол шайдың ішінде аминокислоттар болады. Сосын жүрекке кейбір шайларды кейбір адамға ішуге болмайды. Мысалы, осы ақ шайды бүкіл адамға ішуге болады. Сіз мысалы мынандай шайды ішкеннен кейін, сіз анау 700 теңгенің, 1000 теңгенің шайларын менсінбейтін шығарсыз, 28 мыңның шайы тұрған. Жоқ, Маржан, біздің дүкенімізде үнді шай болады. Бірақ түйіршік, расында айтам, түйіршікті ішпейміз. Түйіршік деген шай, ол жақсы шайдың жасаннан кейін қалдыратын жапырақтарды содан түйіршікті жасалады. Содан анау жаңа қалып қойған жаңағы жапырақтардан бүйтіп аралып, сондықтан шай шығады. Енді сонда сіздің кеңесіңіз бойынша, біз көрермендерімізге айтып кетейік, мүмкіндігінше пайдалы болу үшін біз жапырақ шайын пайдалуға болады. Жақсы кеңес, түртіп алыңыздар. Мен осы уақытқа дейін тек түйіршік шайды, түйіршік шай ыңғайлы сияқты. Түйіршік шайдың негізінде жасы шығады, түсі шығады, бірақ дәмін көрбейсіз. Ол қатты ащы болады. Ащы, тек қана ашылығы болады. Неден? Ол жапырақ, заводта көрсеңіз, осылай жапырақтарды салады. Сондан кейін үлкен сита болады, осылай шығарылады. Ең ірі жапырақтар қалып қояды мұнда? Қалып қояды. Қалған құтқандардан жаңағыдай орап бізге түйіршік шай жесіп береді. Қалған құтқан шай ішіп жүрміз екен ғой. Қандай шай ішіп жүрміз, осыдан кейін ойланыңыздар енді. Рахмет, сіздің кеңесіңіз өте жақсы болды. Енді шайымыз біздің дайын болған сияқты. Маған, мына сіздің шай ішетін ыдысыңыз ба? Қытайлықтар осылай шай ішеді ме? Қытайдан осылай шай ішеді, шебек дейді осы шайды аталады, бірнеше рет ішуге болады. Біз бұндай шайға тоймаймыз ғой, қазақтар. Енді мына қытайлықтар сонда мынаны неше рет ішеді? 8-9 рет ішеді. Сондықтан шайдың церемониясы 1 сағат кетеді. Әлия, қытайлықтар үлкен бір кесеге қойып іше салмайды ма? Жоқ, олар айтады, сіз қазір шайыңызды ішіп, сосын ғана чебекті искеп жіберіңіз. Содан ғана сіз шайыңызды түсінесіз. Бұл енді қазір бізде ақ шай ғой? Ақ шай, серебряный иглы деген ақ шай болады. Бұны қантпен ішеді ма? Жоқ, ештемесін қосылмайды. Қытайлықтар қалай шай ішеді өзі? Сіз енді шайдың дәмін көруге ішіп тұрсыз ғой. Қалай? Біздің қара шай сияқты емес? Дәмі жоқ, сылдыр су ғой? Жоқ. Сондай сияқты енді маған біз ана қара шайға әбден үйреніп қалғанбыз ғой. Қара шайға үйреніп алсаңыз, енді басқа қара шайды дайындап қоюға болады. Егер қазақтар мындай кішкентай кесемен шай жейтін болса, жұмысқа шықпайды. Иә, біз қытайлықтар сияқты 8 жаңағы пиала емес, енді білмеймін 20-30 ішетін шығармыз бұндайдың. Әлия, қазір біздің көрермендерімізге қандай кеңес бересіз? Қандай шай алу керек? Қымбатын, арзанын, немесе жаңағы жапырақты айтып жатырсыз. Қандай кеңес бересіз? Кеңесім осындай болады. Жақсы шайды ішіңіз. Жақсы шай қалай таңдалады? Жапырақ болсын. Ең біріншісі ол жапырақ шайы болсын. Сосын негізінде орташа жапырақ ол тез ашылады. Сондықтан орташа жапырақты да алуға болады, не үлкен опей деген үлкен жапырақты да алуға болады. Сосын осындай қымбат шайларды
тек қана сай кісілер түсінеді. Сондықтан қазір біздің 21 ғасырдың келген адамдарға және Астанада тұратын кісілерге сыйлыққа беруге болады. Сонымен Әлияның берген кеңесін сіздер қағазға түртіп алыңыздар, ескеріңіздер. Бұл сіздерге өте пайдалы, денсаулықтарыңызға да өте пайдалы. Рахмет сізге көп-көп. Енді біздің студиямыздың қонағы Жансая. Қарапайым мұғалім, бірақ шайда өзіндік ережелері бар ұстанатын, және ол қазір бізге ерекше үй жағдайында ерекше шай дайындауды көрсетеді. Мен сіздерге қазір күнделікті жеп жүрген апельсин, лимон және мандаринде. Күнде үйде жейміз, соның ішін жеп қабығы үйде қалады. Оны тастамай, біз оны осылай шай жасауымызға болады. Мына бірінші апельсинді саламыз, одан кейін лимон саламыз және мандарин. Бұған кішкене қалампыр, кішкене сәл екеуден. Итмұрын көп салмаймыз екеуден. Итмұрын, мен үнемі итмұрынмен шай ішемін. Итмұрын өте пайдалы дәмді. Және имбир. Имбир саламыз да, бұған қайнаған су құямыз. Ол сәл демделуі керек, 5-10 минут тұру керек. Одан кейін оны ішсеңіз өте пайдалы. Арзан, дәмді және пайдалы. Арзан деген жерін кішкене астын сызып айтады. Күнделікті үйде қолданып жүрген заттардан дайындалады. 28 мың тұрмайды. Өте пайдалы. Және де тағы да бір айтып кететін кеңесім бар. Мұнда күнделікті ішіп жүрген шайымыз пайдалы, рак клеткаларын жоюға. Егер де біз осыған күнделікті пайдаланып сүт қосамыз ғой, сүт қататын болсақ, ол өзінің пайдасын жояды. Емдік қасиетін жояды. Сондықтан да қара шайдың орнына осындай шайды ішсек, ол емдік қасиетін жоймайды. Енді мысалы жаңағы неге қатысты, мысалы егер мынандай дүниелер таппаса, қалампыр деген көп біле бермейтін адамдар білмеуі мүмкін ғой. Мысалы оның орнына не? Мынаның өзінен ақ пайдалануға бола ма? Мынаның өзінен ақ пайдалануға болады, дәмі жақсы. Және С дәруменіне өте бай. Олай да істеуге болады, е? Енді сіздің шайыңыздың дәмін көрейікші, тұрды, кішкене ұзақ уақыттай. Енді соның дәмін. Мен мына жерде күшті сарапшымын. Бәрін дәмін татып көруім керек. Бізде не қосылды? Апельсин, мандарин, лимонның қабығы, сосын қалампыр, итмұрын, имбир. Соның бәрінің қоспасы, е? Өте дәмді, шай емес бұл, кәдімгідей жаңағы жемістен жасалған шырын сияқты. Сондықтан бұны қандай пайдасы бар дедіңіз? Мен айттым ғой жаңағы қара шай рак клеткаларын жоюға қарсы. Егер сүт құятын болсақ, ол қасиеттерін жояды. Сондықтан да мен осы қасиетін жоймас үшін осындай нелерді пайдалы С дәрумені бар. Лимон қабығын, апельсин, мандарин қоссақ, ол қасиетін жоймайды. Өте пайдалы. Қыз-келіншектерге жақсы кеңес. Біз жаңағы пайдалы жағын айтып жатырмыз. С дәрумені бар, жалпылама пайдасы өте көп. Онымен қоса өте үнемшіл қыз-келіншектерге қоқысқа лақтырмай бәрін пайдалану керек. Кептіріп, жуып. Түртіп алыңыздар, күнделікті үйлеріңізде дәл осылай шай қайнатып, отағасына әдемі ғып дайындап беріңіздер. Сосын сізді үнемі мақтап жүреді. Енеңіз де мақтап жүреді, күйеуіңіз де мақтап жүреді. Рахмет сізге көп-көп. Шай өте дәмді. Халық медицинасы балдың емдік қасиетін осыдан 4000 жыл бұрын біліп тымас. Гректің ұлы ғалымы Пифагор ұзақ өмір сүрудің құпиясы балда десе, дәрігерлердің атасы Ибн Сина жастық шағыңды сақтап қалғың келсе, балды жиі же деп кеңес беріпті. Сіз бен біз жақсы білетін Гомер 3000 жыл бұрын Илиада мен Одиссея шығармаларында балды шырлап, грек жауынгерлері балдан жасалған кикион атты сусын ішкен айтылған. Ал енді балдың құпиясын балашпай-ақ білетін біздің студиямыздың қонағы Гүлжат Түктібаева. Қазір бізге барлығын түсіндіріп береді. Енді жаңағы сіз сатушы консультант ретінде, мысалы, қандай кеңес бересіз? Қандай балды қалай таңдау керек, ажырату керек? Қаншама табиғатымызда қаншама гүлдер болса, біздің де балымыз сонша әртүрлі болып келеді. Мысал үшін разнотравие дейміз, әртүрлі шөптерден, гүлдерден жасалған әсел. Одан кейін цветочный, тек гүлдерден алынған. Тек гүлдерден алынған бал осындай не болады, е? Ақшылда болып келеді. Ақшыл алтын түсті болып келеді. Гречишный қоңыр түсті, ерекше оның өзінің дәмі бар, иісі бар. Одан ары қарай кететін болсақ, липовый бал, бұл
сары алтын түсті болып келеді. Ал мынау қандай? Сұрғылттау кішкене. Сұрғылттау түсті. Ол доник балы. Бізде енді бал таңдауда мысалы бәрібір ме қайсысын алсақ та әлде әрқайсының Әрқайсының ерекше неге ауруларға емдік қасиеттері болады. Мысалы үшін гречесін алатын болсақ, бұл жаңағы бауыр, жүректерге, қан тамырларына күшті көмектеседі. Цветочный бұл жаңағы анемияға қарсы. Разнотравие бұл әртүрлі шөптен жасалған үшін оның емдік қасиеті мол деуге болады. Любой барлық емдерге қолдануға болады. Және айтатын болсақ, липовый бұл жаңағы жүйке жүйесін тыныштандырады, аллергияға қарсы әсері бар. Әрқайсының өзіндік иісі бөлек, иісі бар, әдемі. Ал мыналар бізде не ол? Ол прополис. Ол прополис балды аралар жиналған кезде түбіне жиналады. Алған кезде, ұяшықтан алған кезде түбіне қара болып жиналады. Соны алған кезде әр бір ұяшықтан 15 грамм прополис жиналады. Бұл не үшін пайдалы, не істейді бұны? Бұны мысал үшін жаңағы бір жерлеріміз іріңдеп не алатын болса, соны қолмен жақсылап жұмсартып, іріңге қойып қойсаңыз, іріңді кәдімгідей сорып алады. Және де жаңағы мұнан осы қызыл инелері иегіне қан әр жуған сайын жаңағы қан алатын болса, соны тістеп шайнайтын болса, кетіресі қан. Енді ал бізде мынау тұрған пергавол. Перга деп аталады, енді қазақша атау білмеймін. Бұл не қайдан алынады? Бұны миотты жаңағы ұяшықта құйып алып, банкіге құйған кезде бетінен көбіршік пайда болады. Сол көбіршіктерден жаңағы кептіріп істелінеді. Миоттың бетіндегі көбіршігі. Бетіндегі көбігі, иә? Бұны не нәрсеге пайдаланады? Бұл жаңағы жүрек ауруларына, қан қысымында жаңағы давленияларға жақсы, жүрек ауруына жақсы. Енді мысалы бұның бәрін көріп тұрмыз ғой, біз әдетте шайға қосып ішеміз. Ең жаңағы таралған түрі пайдалану тәсілі. Біз шайға қосып ішеміз. Сіз басқа мысалы қандай тәсілдерін ұсынасыз? Әлде балды қалай жеу керек? Шайға қосып ішкен ол мүлдем дұрыс емес. Шайға қосып ішкенде ол кәдімгі бізге ем ретінде емес, тамақ ретінде не болып кетеді. Бұны жаңағы таңертең тұрғанда аш қарынға бір столовый ложка, чайный ложка балдарға солай ішілу, бір қасық шайдан алдын жеу керек. Аш қарынға? Аш қарынға. Ал если шайға қосып ішетін болсақ, ол тамақ орнына кетіп қалады. Оның пайдасы жоқ қалады. Жаңағы оның қандай пайдасы бар мысалы аш қарынға таңертең ішкен, жаңағы балды жегеннен? Балды жегенде ол сізге мысалы үшін жүрек нелерге, жаңағы бауыр ауыратындар, солар ішетін болса, жүрекке жаңағы бүйректегі тасты түсіреді мысалы үшін аш қарынға ішіп тұрсаңыз. Емдік қасиеттері көп. Енді мына жерде мен байқап тұрмын, мен жаңағы мынау бізде кәдімгідей цветочный. Иә, гүлден жасалады. Гүлден жасалған. Бұның кәдімгідей жаңағы ыдыстың түбі көрініп тұр. Иә, таза бал екен. Иә, кәдімгі бір әйнек сияқты. Иә. Енді мысалы маған қараған кезде мен ойлайтын балдың бәрі осындай болу керек деп. Ал мына жерде үстелдің үстінде неше түрлі балдар бар. Мысалы мына жерде ыдыстың түбі көрінбейді, қою. Мына жерде қоңыр, мынау сұр. Енді жаңағы әртүрлі дүкендерде кейбір жаңағы сатушылар сөйтіп жаңағы қантты қайнатып, соны бір қою қылып түсін өзгертіп, осындай бал деп сатып жатады дейді. Сондай бір жаңағы естіп жатырмыз. Енді сіз өзіңіз қандай кеңес бересіз? Балды қалай таңдаймыз? Мен мысалы балды былай ажырата алмаймын бір-бірінен. Маған бал деп сатып жүрсе, мен соны сатып алуым мүмкін. Дұрыс, әрине, оны базарда да, оны лабораторияда да тексергенде айыра алмайды. Оны үйге келгенде өзіңіз айыра аласыз. Бір стакан ыстық суға жаңағы жарты стакан миотты салсаңыз, өзі үстінде жаңа қалдықшалары шығады. Көбігі іште қара бірдеңкелері шығады. Сол одан су білесіз, таза емес екен. Енді сіздің жаңағы айтқан тәсіліңіз бойынша бізге су алдыртайықшы. Бірден осы жерде тексеріп көрейік. Рахмет. Қазір мына жылы суға балды салуымыз керек. Біз таза ма, бал таза емес пе, соны тексеріп жатырмыз. Балды жаңағы Гүлшаттың айтуы бойынша бұны бірде-бір лаборатория тексере алмайды дедіңіз, иә? Да, үйде өзіміз тексеруге болады. Осылай суға саламыз, содан кейін ол енді таза болса қандай болады, таза емес болса қандай болады? Таза емес болса бетіне жаңағы өзінің қалдықтары шығады. Бірден шығады ма сонда? Кішкене тұрсын. Ал үйге келіп осылай тексеріп көруге болады дейсіз? Болады. Енді осылай жаңағы құйған кезде
егер сонда таза болмаса уже бетіне жаңағы мусорлар шығады, ішіндегі қоқыстардың бәрі. қоқыстар шығады. Мынау бізде сонда қазір таза бал ғой. Таза бал, қоқысы жоқ. Иә, міне көрдіңіздер ғой, сіздерге жақсы кеңес. Осылай үйде тексеп көріңіздер. Біздің қолымыздағы қазір таза бал, ал егер таза болмаса, онда қоқыстардың бәрі шығу керек. Осындай таза бал ішіңіздер, ауырмаңыздар, және ауырған жағдайда да балмен немесе басқа да дәрі-дәрмектерсіз осындай табиғи өнімдермен емделіңіздер. Рахмет сізге көп. Күнделікті менің көрермендеріме мастер-класс. Дәл қазір жеңіл жейде тігуді мен сіздерге көрсетпекшімін. Үйреніп алуға болады. Ол үшін ең әуелі мынандай созылмалы мата алған дұрыс. Трикотаж деп айтады, немесе жаңағы өздеріңіз білесіздер, енін алсаңыздар да ұзындығы жағынан да бұл созылатын мата. Міне, екі пұтаны беттестіреміз. Осылай, мен енді жаңағы матаны алып келдім. Өйткені ең басты принцип үйдегі қалған матаны бір пайдаға асыру керек. Беттестірдім. Енді артығын алып тастаймыз бұл жерде. Өздеріңізге белгілі түзу кәдімгідей қиып тастауымыз керек артығын. Оны тағы да бұлай екі бүктейміз, өйткені біз қиған кезде әдетте солай жаңағы екі бүктеп алуымыз керек. Міне, сонымен осылай жаңағы түзу қояйық матаны. Матамыз түзу шығу керек. Мен сіздерге қазір қию тәсілін көрсетем. Бұл жерде негізінен тігіншілер жақсы біледі ғой. Қию деген ол өте қиын нәрсе. Ол үшін арнайы оқып келіп жатады адамдар. Бұлай қояйын, мен. Сонымен бұның жаңағы жеңіл жейдемнің мен көрсетейін деп тұрған ең оңай тәсіл деп тұрғаным, тігінші болмасаңыздар да бір қарап алсаңыздар үйрене аласыздар. Енді біз аламыз. Мынау бізде мойын жағы болу керек. Мойын жағын шамамен. Енді мен сіздерге өлшемін айтайын. Бұл жерде бір 10-11 сантиметр етіп алсаңыздар болады. Бұл бізде бұлай. Өзімізден өлшеуімізге болады. Өзімізден өлшешіп, мына иығымыздан аламыз да. Бұлай кеуде тұсынан мына белге дейін, я болмаса қаншалықты ұзын қылғыларыңыз келеді, соншалықты өздеріңіз таңдайсыздар. Егер ұзындау болсын десеңіздер, онда көптеу алыңыздар. Ары қарай біз жеңін өлшеуіміз керек. Жеңін ұзын қылғыларыңыз келсе, онда былай өлшейсіздер. Мен сіздерге көрсетейін. Міне, дәл ортадан алып келеміз да. Мына шамада жеңін ұзын қылғыларыңыз келсе. Міне, бізде 60-қа барып тұрса, онда осының екі өлшемі болады, демек 1/20. Ал мен мына жерде матаның жеткеніне қарайын. Бұл матаның жеткені бойынша менде міне дәл осы жерден қиям. Дәл осы жерден қиямында, сонда менде жеңі қатты ұзын болмайын деп тұр. Енді осы жерден біз қазір жеңін шығарып аламыз. Ең әуелі мына білекті өлшеп алу керек шамамен. Міне осылай, өткені ол тар болып қалмау керек. 22 сантиметр деп алсақ, ол демек жартысы. 11, е? Шамамен осындай жобада. Енді біз мына жерде инемен белгілеп алайын мен. Борды алмаппын. Бормен белгілеп алуға да болады, немесе инемен. Міне, осылай алдық. Енді біз өлшейміз, белді өлшейміз. Белді өлшейміз де дәл осылай. Содан кейін белдің өлшеген бойынша жартысын аламыз. Белді осы жерден белгілейміз. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр артық алсаңыздар өкінбейсіздер, өткені 7 рет кесіп, 7 рет өлшеп 1 рет кес деген сөз бар ғой. Енді біз мысалы 2 инемен белгіледік, е? Енді осы тұста екеуін байланыстыруымыз керек. Байланыстырғанда, қиғанда былай алып келіп, мына матаны былай алып келуіміз керек. Мен де мықты тігінші емеспін. Мен жай ғана өзіме ыңғайлы әрі жылдам тігілетін нәрселер дайындауға тырысам. Қазір біз мына жерде инемен белгілеп алайық. Бір-біріне қабыстырып, жабыстырып, матамыз жылжып кетпейтіндей етіп. Сол кезде сіздерге қазір көзге анық көрінеді. Бұл енді трикотаждың бір жақсысы созылмалы мата болғаннан кейін, бұда бір нақты бір өлшемде болмайды. Резина сияқты созыла береді ғой. Сондықтан
бір-екі размер әрі, бір-екі размер бері кете береді. Жеңілі сол. Мен айта кету керек, осы студияда осы түсірілімге киіп жүрген киімдерімнің көбісі осы үлгіде тігілген. Дәл қазір менің үстімдегі мына жеңіл көйлекте ол да дәл осы үлгімен тігілген. Сондықтан сіздерде пайдалануларыңызға болады. Осымен жеңіл жейдеміз бітті. Міне, осындай үлгіде әдемі жеңіл жейде. Мен қазір киіп көрсетпей ақ қояйын, өйткені ұзақ уақыт алайын деп тұр. Мен сіздерге қазір былай көрсетем. Тігілу үлгісін көрсеттім. Жаңағы бұл жерде түзу тігістен басқа ештеңе жоқ. Оңай, әрі сәнді, тез, уақытты да үнемдейді. Сіздердің қалталарыңыздағы ақшаны да. Міне осылай біздің бағдарламамызды үзбей көріп, өздеріңізге құнды дүниелерді ойға түйіп жинай беріңіздер. Бүгінгі айтпағымыз осы. Ғаламторда біздің енді айтпақшы өз поштамыз бар. Білгенге Маржан Айқұлақ Mail.ru. Мекен жай экрандарыңыздың төмен жағында жазулы. Құнды кеңестеріңіз болса тыңдауға дайынбыз. Ал қонақ болғыларыңыз келсе, есігіміз әрдайым ашық. Біз ешкімді қайта тәрбиелемейміз. Біреудің жеке өміріне араласпаймыз да. Біз тек күйбең тірлікте көмескі қалған ұсақ түйекті түгендейміз. Кездескенше.